Сәлем достар, мен сіздермен үйдегі бар заттармен өте оңай жасалатын дәмді печенье рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, ішіне шым-шым тұз және де 2 ас қасық қантты қосамыз да араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз, айранды қосамыз, араластырып, ішіне ұнды 2 бөліп саламыз. Жартысын салып араластырамыз да, екінші бөлігін салғаннан кейін қопсытқышты салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қолмен елей-белеп, пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Кішкене ұн сеуіп, қамырымыздың қалыңдығы 4-5 мм етіп жаямыз. Одан кейін шанышқымен бетін тырмалап, құмшекерді себеміз. Одан кейін осылай ұзынша етіп, печеньенің формасын кесеміз да, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Пешімізді алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар. Сонымен біздің печеньеміз дайын, балалар сүйсіне таласа жейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.